Жамбыл облысы Шу қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебі коммуналды мемлекеттік мекемесі. Өзін-өзі тану пәні. 10-ші сынып. Сабақтың тақырыбы еңбек етсең ерінбе. Саламатсыздар ма, ата-аналар, оқушылар? Сіздерді бүгінгі сабағымызда көргенімізге қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты еңбек адамгершілік құндылығы туралы түсініктерін кеңейту. Сабақтың міндеттері: еңбектің адам өміріндегі мәні туралы түсінік беру, еңбек етуге қызығушылықтарын дамыту, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Бүгінгі біздің сабағымыздың дәйек сөзі: адал сол таза еңбекпен күнін көріп, жаны үшін адамшылық ар сатпайды. Шәкәрім Құдайбердіұлының айтқан тамаша нақыл сөздерінен. Осы бүгінгі дәйек сөзімізге байланысты сіздерге мынандай сұрақтар қоймақшы едім. Бірінші сұрағымыз: еңбектің адам өміріндегі орны қандай? Екінші: адам бақыты, игілігі неге еңбекке байланысты? Үшінші сұрақ: адам бойында қандай қасиеттер болғанда адам қандай жақсы жетістіктерге жетеді? Осы сұрақтарменен жұмыс жасап, өз ойларыңызды жаза біліңіздер. Мұғалім сыйы. Абай атамыздың 33-ші сөзінен. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуел бұл ісімді ол ісіммен асырайын деп артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып өнер арттырайын деп түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз-мұзына мақтанып осыда болады деп баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші: еңбек ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара табылса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып еріншек салқау салғырт кербездікке салынады. Үшінші: дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағеке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенді маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші: тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болым сызын берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарық қыламын, тамырым, досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, жоқ-барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе де өзінен қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылдықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қандай? Енді балалар, біз ой шақыру айдарына келіп отырмыз. Сөз жұмбақ шешейік. Мен айтқан сөздердің әріптерінен сөз құрап көрелік. Бірінші: береке сөзінің екінші әріпі, таң сөзінің үшінші әріпі, білім сөзінің бірінші әріпі, кеме сөзінің төртінші әріпі, үкі сөзінің екінші әріпі. Осы әріптердің басын қосқанда не шығатындығын дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Абыройға бөлеген адал еңбек тақырыбында эссе жазуларыңызды өтінемін. Сау болыңыздар.